Әрине, коронавирусте бір аузы келген үрлеп кетті дейді. Кезінде инфекция кіріп кетті, шығыстан күтіп отқан кезде батыстан кіріп кетті, Ресей жақтан да, Италия жақтан да. Ол енді жалғыз тек қана дәрігерлер немесе эпидемиологтардың әрекетін жасайды ғой. Бірақ адамдар өз-өздерін ауырып тұрған біле тұрса да үйіне қашуға тырысады. Үйіне қашқан кезде басқа біреуді ауыртамыз дейді. Бұл жерде адамның өзінің жауапкершілігіне тапсырғанымыз жөн болады. Жаңа әріптесіміз айтып кетті, натуральный оспаны 79 жылы жеңдік, одан кейін вакцина салған жоқпыз. Негізінде шешек деген сөздің мысалы ветрянка. Ветрянканың қазақшасы желшешек. Сол себептен желшешектен көп адамдар ауырады, көбісі емдеп шығады. Сол себептен иммундық бір ақпараты бар ғой деп айтқаным сол, жетіп келетін болсақ. Ал енді мына маймыл шешегі келетін болса, біздің салт дәстүрімізге де, тағы да басқа дүниемізге де біз маймылдың етін де жемейміз, олармен жаңа жыныстық қатынасқа да түсе қоймаймыз ғой. Әр көрген адаммен бет сипаласып, контакт аздау болатын шығар деген ойдамын. Біздің Қазақстанның статистика жағынан қарау керек. Біздің халық көбінесе қай елдерге көп барады? Африкаға баратындар негізі аз. Ал мынау Таиландқа баратындар көбірек те болады. Сол жақтан келетін рейстердің барлығын қадағалап тексеріп отырса, фильтрге қойып, қай жерде ауру өршіп жатыр. Сол кезде бір нәрсенің алдын алуға болатын шығар деген ой.